Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз балалармен эксперимент жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 таяқ қажет және балаларға бұны 3 таяқ қойыптым. 3 таяқ қойыптым. Иә, дұрыс. 3 таяқ деп айтулары тиіс. Тек бұны мына 2 жігітке ғана айтпадық. Осы 2 жігітті біз тексеретін боламыз. Ал кеттік. Айтпа, қанша таяқ қойып тұрсың? 3 2 3 3 3 3 2 Бала көріп тұрған айтты. Алғашында 2 таяқ. Енді ойынды қыздырайық. 3 2 Кейіпкеріміз ойыны жүгіртпей жатыр әзірге. 3 жаңағыдай 3 Кейіпкеріміз көптің пікірімен санасып жатыр. 3 Енді мына жігітке қайта оралайық. Сен не үйге көріп тұрсың? үйге отыр ғой? Сен қанша көріп тұрсың? Үшеу. Сен не үйге көріп тұрсың? Үйге отыр ғой, үйге. Сөйтсің ғой? Бұл жігітті ойын өзгерте алмадық. Бұл нағыз тұлға болатын жігіт екен. Енді мына кейіпкерге оралайық қайтадан. 3 таяқ қойыптым. 3 таяқ қойыптым. 3 таяқ қойыптым. 3 таяқ көріп тұрсың ба? Үшіншісін саш ал. Кәді үшіншісі? Мәне, ақпараттық удар деген осы ағайындар. Қанша таяқ? Не бүгінді шөй дедің айтшы? Барлық айтқан соң үшеу. Қалай? Барлық айтқан соң үшеу. Барлық балалар шөй деп айтқан сен де шөй деп айттың ба? Ал біз балаларға айтып қойғандығымыз 3 таяқ деп айтыңдар деп. Міне ақпараттық удар деген осы ағайындар. Ақ деп қара деп білетін Алла зейініңізді ашсын. Бұл жерде негізі қанша таяқ? 2 таяқ. Біз балаларға оны айтып қойған болатынбыз. 3 таяқ көріп деп айтыңдар деп. Міне көптің ударына шыдай алмаған бала. Бұл да 3 таяқ көріп тұрын деп айтшы. Мына экспериментті көргендеріңіздей жаңағы ақпараттық шабуыл деймін. Сол үшін балаларымыздың ортасын қадағалайық. Кейде көбісі бір дұрыс емес тірлікті бәрі соны дұрыс десе, мысалы жаман тірлікті, арақ ішу, темекі шегу, тағы жаман нәрсе, ұрлық істеуді дұрыс ол дұрыс деп айта берсе, соны адам дұрыс деп ойлап қалады. Сол үшін бала шағамыздың ортасына қарайық ағайындар. Кіммен араласып жатыр, не істеп жатыр, кімдермен жүр. Жаңағы өзі біліп тұрса да 2 таяқ екен. Ортаның көбісі 3 таяқ деген еді. Ана бала да ойланып 3 таяқ деп айтып жүрді. Сол үшін балаларымыздың ортасын қадағалайық. Видеоны барымызша таратайық, бала өсіріп отқандар көрсін.